Кеш жарық құрметті әріптестер, бәріңіз шулап, естіп, рас па, өтірік па, күздегі аттестация не болды, біздің кезегіміз келіп тұр ғой, енді не істейміз деген осындай толассыз сұрақтарға бүгін жауап беруге тырысып көрейін сіздермен. Сіздердің естіп жатқандарыңыз рас. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінен 3 күні, мына жерде бұйрық тұр, 3-10-2020 жылғы шыққан бұйрықпен танысайық. Бұл жерде былай жазылған: 2016 жылғы 27 қаңтардағы номері 83 бұйрығына өзгерістер енгізілуде. Бұйрықтың жобасы дейді. Қазіргі уақытта бұйрық жобасы, бұл жоба, көрдіңіз ба? Осы жерде жоба деген сөзге мән беріңіздер. Қазір ары қарап талқылайтын боламыз. Бұйрықтың жобасы мемлекеттік органдармен, ұйымдармен келісуде. Осыған байланысты педагогтерді аттестаттауды 2023 жылғы тапсыратын, яғни қыркүйек пен желтоқсан айында кезекті аттестацияға баратын педагогтер және өз ұсыныстарымен ертерек тапсыратын педагогтер, оларды тоқтата тұру қажет деді. Ары қарап, педагогтердің білімін бағалау 2024 жылдың қаңтары мен маусымына ауыстырылды. Мұны осы жерде тоқталып кетейік. Егер сіздің уақытыңыз келіп, қыркүйек пен желтоқсан айында сіз өтініш беретін педагог болсаңыз, онда сіз осы қаңтар мен маусымның аралығында өтетін аттестацияға қатысатын боласыз. Енді көп педагогтер айтып жатыр, 2024 жылы методиканы, педагогика және методиканы алып тастайды екен дейді. Қарайықшы, бұл жерде ешқандай ондай әңгіме болған жоқ бұл бұйрықта. Сондықтан ол әлі белгісіз, және бұл бізге айтып отыр, бұйрық жоба деп тұр. Бірақ тоқтатылғаны рас, тоқтата тұрды. Дәл қазір белгілі бір ол методиканы алып тастайды, тастамайды деген сөз әлі шешілген жоқ деген сөз. Бұған қарап отырсақ. Енді ары қарап жалғастырайық. Сондай-ақ қолданылу мерзімі 2023 жылғы желтоқсанға дейін аяқталатын педагогтердің білім беру ұйымдары басшыларының, басшылар орынбасарының қолданыстағы біліктілік санатын келесі, яғни 24 жылғы қаңтар мен маусым аралығына дейін ұзарту қажет деп тұр. Сол жерден тоқтады, енді бітті, сізге ақша төленбейді деп тұрған жоқ. Яғни сіздікі өзі жәндегі оқу ағарту министрлігінің бұйрығынан шыққандықтан сіз оған кінәлі емессіз, сіздің жәндегі жарамдылық біліктілік санатыңыз ақшасы төлене береді деген сөз. 2023 жылғы 25 қыркүйектегі номер 297 бұйрыққа сәйкес педагог шебер біліктілік санатына үміткер педагогтер бойынша оқу ағарту министрлігінің аттестаттау комиссиясының шешімі бекітілді. Сол үшін сіздер номер 297 бұйрықты оқып алуларыңыз керек. Ол жерде алып тастады ма, шебер алынған жоқ па? Бұл жерде енді толық ол туралы мәлімет берген жоқ. Тек қана 2023 жылғы 25 қыркүйек номер 297 бұйрық деп және Google-ге жазыңыз, сол кезде шығады, нақты жауапты ала аласыз. Ары қарап кеттік. Мәлімделген біліктілік санатына сәйкес келмейді дейді. Шешім келмейді деген шешім қабылданған педагогтер бойынша қолда бар, жаңа айтылып тұр қой. Сіздің уақытыңыз келді, бірақ аттестацияға барайын десеңіз, аттестация болмай тоқтап қалды. Сол кездегі айтылған мынау бұйрық. Педагогтер бойынша қолда бар
біліктілік санаттары келесі аттестациялау кезеңі қаңтар мен маусымға дейін сақталатынын түсіндіріңіздер. Оқу завучтары, ғылыми завучтар, мектеп директорлары деп жатыр. Келесі аттестаттау кезінде педагог аттестаттау рәсімнен қайта өтеді. Қолда бар біліктілік санаты бойынша келесі аттестаттау кезіне дейін, яғни 24 жылғы қаңтар мен маусымда дейін ол жүргізіледі. Ал 24 жылы қаңтардың 10-15-нен бастап ашылса, маусымға дейінгі аралықта сіз тапсыруыңыз қажет. Бұл да біз бірге мүмкін ол кезде де бір өзгерістер болуы мүмкін. Өйткені бұл жоба деп тұр сіздерге. Осындай жақсы жаңалық па, жоқ, бұл жақсы емес жаңалық па, өздеріңіз талқылайсыздар. Мүмкін бұл жақсы да шығар. Өйткені негізі мен ойлаймын, методиканы алмайтын шығар деп өзім ойым енді. Өйткені сіз әдіс тәсілдер туралы, методика туралы сұрақтар келеді ғой. Біз онымен күнделікті тығыз байланыстамыз, оны білуіміз керек. Сол үшін енді ол жағын толық біле алмадық. Міне осындай педагогтерге жаңалықтарымыз бар. Енді жарайды, біз енді қалдық. Аттестацияға ең қызығы, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, лайктеріңізді аямаңыздар, құрметті мұғалімдер. Әдемі нәп-нәзік саусақтарыңызбен жүрекшені басып жіберіңіздерші, өтініш сіздерге. Және құрметті мұғалімдер, 5 қазан өткен мерекелеріңіз құтты болсын. Осы 5 қазан қашан тұрақты түрде мұғалімдердің күні де белгілі бір күнді қашан бізге белгілеп береді екен. Оқу ағарту министрі деп армандаған ем, өткен жол тиктокта салған ем, осы әзілдеп бір оқушымен қосып. Біз бұны көреміз ба, көрмес пе екенбіз, мүмкін жаңа Қазақстан болып жатыр ғой, көретін де шығармыз деп еді. Аузымызды ашып жинмай, жиям дегенше келесі оқу жылында міне керемет жаңалық. Басқа мерекелер сияқты бір күні қарттар күніне, бір күні мына сенбіге кеп қалды деп бір ақпанның аптасы бізге анау ары таста, бер таста деген бір кез болатын еді. Тұрақты түрде 5 қазан мұғалімдер болған күнмен сіздерді шын жүрегімен құттықтаймын. Ары қарап тыңдаймыз, керемет бір жаңалық айтамын сіздерге. Жаңалық емес қой енді, бұл бұрыннан бар, бірақ көп мұғалімдер бұны білмей жатыр, осыны көп менен сұрайды. Мен де өзім неге қатысамын, құда қаласа аттестацияға, соған дайындалып жатырмын. Дайындығымның ішіндегі бір кішкентай нәрсемді сіздерге бір көмек болсыншы деп айтып жіберейші. Яғни бізде курстар бар, біз арнайы курстардан өтуіміз қажет. Сол жерде курстардан өткен курстарымыз қанша сағат болу керек, сол сағатқа қарайды. Егер сіз модераторға тапсыратын болсаңыз, 72 сағат курстан өтуіңіз міндетті. Ал егер сіз эксперт болатын болсаңыз, 144 сағаттан өтуге міндетті. Ал егер де сіз зерттеуші болсаңыз, онда сіз 218 сағаттан өтуіңіз керек. Ал шебер болу үшін 288 сағаттан өту керек. Және ол курстар соңғы 3 жылда өткен курстар болуы қажет. Міне құрметті әріптестер, бізде әлі мүмкіндік бар. Осы сағаттарды толықтырамай жатсақ, осы курстарды өтіп, аттестацияға жарамды деген курстардан өтіп, сағатымызды жайлап толтыра берейік одан да. Бізге бұл мүмкіндік қой. Көп болған сайын бізге жақсы, аз болып қалмасын, ертең бәріне өтіп, сағатыңыз сіздің аз екен, бұл категорияға сәйкес келмейді екенсіз деп жүрмесін деген бір ойым ғой. Жалпы аттестацияға біз электрон портфолио жасап жатыр. Сол жерде біз 7 құжаттарымызды енгізуіміз керек. Оны нақты тағы да айтатын шығар, бірақ мен сол 7 құжатымды дайындап жатырмын. Нақты осылар міндетті түрде ішіндегі 5 құжат ол міндетті түрде
келеді, оған көзім жетеді. Сол 5 құжатты жайлап жасап жатырмын. Соның ішінде жаңа сіздерге де бір айтып қояйыншы дегенмін, өзім де осыда курстардан сағатым жетпей жатыр. Сол сағатты оқып алыңыздар деп алдын ала уақыт бар екен. Сағаттарды оқып жеткізіп алайық, өрлеуге барып, шоға барып әйтеуір. Ал мұғалім жолдастар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Және де 5 құжатты міндетті түрде білгім келеді. Ол қандай құжат десеңіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Осы аттестация көрілімі 1000 көрілім болып, комментария саны 200-дей болатын болса, мен нақты 5 құжат міндетті түрде ол келеді, көзім жетеді. Сол құжаттардың ішіне не салу керек екен, нақты түсіретін боламын. Ол үшін осы нені таратыңыздар, 1000 көрілім болсын, және 200-дей комментария болсын. Егер сол неге жететін болса, мен сіздерге міндетті түрде 5 құжатты қалай өткізу керек екенін айтамын. Негізі қазір бізде 8 деп жатыр, 6 деп жатыр, ал міндетті түрде ол 5 болады. Алдын ала соны дайындала берейік. Уақытымыз барда жайлап. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерден жақсы комментария, жақсы сұрақтарды күтетін боламын. Аттестациямыз бізге жұмыс істейтін болсын, біз оған жұмыс істейтін болайық. Қобалжымаңыздар, уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Бәріміз Құда қаласа өтеміз деп үміттеніп жүрміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жалпы мен зерттеушімін, бірақ шеберге тапсырайын деген ойым бар. Мен де сол ойланып отырып, шебер мен зерттеуші бір болып кетсе, шебердің балы көптеу ғой. Болады, отында сол жәндегі зерттеушімді қайтадан қорғай салам ба деймін. Егер 30 жылға толып қойса, сіз оған бармайсыз, ол туралы да мәліметтер бар. Егер білгіңіз келсе, әрине сұрақ қойыңыз, жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.